Енді бұл енді былай айтады ғой, мұсылманшылықта жалпы жасаған бір қайырымды ісіңді біреуге жария қылма, жасама дейді. Берген бір былай айтады, оң қолың берген сол қолың көрмесін деп жатады. Бірақтан да бұл шара енді менің бастап жатқан шарам. Бұл енді өзім ғана емес, осындай қазақта, осындай жерімізде, елімізде 8 баласы бар, ана жағдайы төмен болып, осы 8 баланы асырау үшін барын салып жатқан анаға біз не үшін көмектеспеуге деп өзім шештім. Енді көптеген жаңағы әкімшілік жағынан көмек болмады деп жатыр, басқа тараптан бір көмек болмады деп жатыр. Енді анамызға өзім сырттай қарап тұра алмадым. Расы керек, 8 баланың анасы дегеннен кейін өзімді көп балалы отбасыдан шыққаннан кейін балажанды болып келеміз, анажанды болып келеміз. Осы бір әдемі бір шараны бастап, Алла бұйыртса, осы енді қазір менің бір айлық бір азық-түлік әкелгенім бір үлкен бір жұмыс емес қой. Дегенмен де бір көңілі, дегенмен де осы анамызға бір демеу болайық деп іс-шараның бастамасы осы. Бастамасы арнайы осы телеарналар шақырып, барша ақпараттық құралдарға жариялап, әрбір қазақ осыны естісе, білсе, әрбір қазақтың жаны ашыса, әрбір қазақ бір өз еліне, өзінің бір халқына бір пайдасы тигісі келсе,